Assalamu alaikum, эфирде заман. Соңғы хабарларын айдынлатамыз. Студияда Мөвиле Мұхтарова. Чылышам. 2014 сенесінің әдеселерінің хатырламаға девам етеміз. Февральның 28-інде Ярмадада Русия арбейлері ұзынайында ачық көстермеге башлағаныда. Вертолетлар Қырым üzerinde ұшты. Ава лиманларыны есе ишаретсіз ешіл адамчықлар запт еткені-ді. АТР Қырым татар телеканалына қорчаламақ үшін инсанлар чыға. Ақиярға есе Владимир Жириновский келеве Қырымлылар Русияде раат яшачақ деп сөз бере. Оқышның соңғы күніне хатырламаға теклиф етеміз. Находимся мы здесь в аэропорту, чтобы соблюдался общественный порядок. Крымского местного референдума 25 мая о придании статуса автономной республики Крым как государственного в составе Украины. Мы не признаем незаконным образом сформированное правительство Крыма. Россия окажет любую помощь вам, моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ, у вас всегда будут миллионы русских туристов. Чтобы этот мир найти. Вот сегодня мы с вами должны найти этот компромисс. Минуточка, послушайте. Я сегодня... У нас мир, здесь мир, у нас нормально. Сулейман Кадыровның махкемесінде прокурор оны 3 жылға шартлы оларақ хапске алмаға талап етті. Региональ Меджлис азасы иштимай ағларда язғанлары үшін сепаратизмде қабатлана. Қабат тарафы Сулейман Кадыровның ачық фаалиетіні де 2 жылға ясақ етмеге істей. Адвокатлар үкім қарары бір қач күн ішінде чықарылыр деп тұшыне. 2 жыл версі Сулейман Кадыров Фейсбукта тепсір қалдырып Қырым Украинадыр деп язғаныда. Қырымның ишғалжы құқыройчылары бұны Русия топрақ бүтінлігі үшін телеке оларақ көріп сепаратизм аққында дабыр-даба уйдырды. Переходим к стадии прений, где выступим прокурор. Мы, 2 адвоката, я и Алексей Ладин. Слово скажет Сулейман Кадыров. Потом Сулейман Кадыров выступит с последним словом. И, значит, судья уже удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. И в этот же день, я думаю, мы узнаем, когда будет оглашение самого приговора. Это, как правило, 2-3 рабочих дня для составления приговора, и потом уже оглашают.
Ялталы терроризм давасы бүгін кейне Ростовда бақылачақ Эмирусин Коко, Арсен Жапаров, Муслим Алиев, Рифат Алимов, Энвер Бекеров и Вадим Сирук Хизбут Тахрир тешкелатында иштирак этмесінде қабатлана. Адвокатлары қабатлар гизли шатларының малюматына Русия тарафына кечкен бір ұқық көрүүчүнүн лафларына эсаслана дейлер. Ишгалден соң Украина хавсызлык хизметинден ФСБ тарафына кечкен адам махкемеде соргууга чекилген еді. Бүгүнкү отурушта ise ишгалчы прокурор уйдурулган даванын малюматларына сеслендирежектир. Прокурор будет оглашать материалы уголовного дела в отношении ребят, а именно характеризующие материалы. Не будут сегодня допрашивать свидетелей в связи с тем, что адвокат Ладин и адвокат Курбединов Эмиль Махсудович не смогут явиться в заседание, так как будут участвовать в Феодосии в прениях по Сулейману Кадырову. Қырымның юқары Рус махкемесі бір кішілік наразылықларының іштиракчысы Рустем Усмановның шикейтіні бақмалы 10 000 рубле пара жазасына қаршы итираз білдіре. Оның менфаатларына жемат қоршалайжысы Риза Изетов темсіл етелі шикейті ризалары қанатлендірілежек деп үміт етмейлер. Ишгалжы махкемелер январьның соңында бір кішілік наразылықларының іштиракчылары берген шикейті ризаларына бақмаға башлады. Ветек 2 кішінің пара жазасы 15 000-ден 10 000 рублеге эксілтілді. Хан сарайына Қорчалайық. Қырым бірдемлігі тешкелаты флешмоб башлатты. Қырым татар медени мирасының келечегіне ләқайт қалмағанларына қошылмаға чағыралар. Флешмоб үшін Илхам Эльмас Акимовадан алынды. Оратлық күнлері Хан сарайының огунде бір кішілік наразылыққа чықты. Қырым бірдемлігі Хан сарайына Қорчаламақ чағыруларынан, хэштеглерінен видео ве фото ресімлеріні Фейсбукта дерчетмеге чағыра. Илк қошылғанлар арасында саяси мобюслер Эмирусин Коко ве Серан Салеевнің өмір арқадашлары олды. Қадынлар ақайларының Хан сарайында япқан ескі фото ресімлеріні айдынлатты. Сахте Қырым байрының наркоманлар япты. Қырымның ишгалча кемиетінде есе айдутлар бар. Бұны ишгал алтында күтлеви хабер васталарындан біріне ескі апалчен Тимофей Денисюк айдынлатты. О 2014 сенесі барды апалченлер сырасында апстен чыққан жинайетші ве наркотик құланғанлар бар еді дей. Оның айтқанына көре ишгалча кемиет оларының инсанларының мал мүлкіні чекіп алмақ үшін құланды. Здесь мы вздохнули и подумали, вот пришла Россия, значит будет все по-другому. Будет меньше коррупции, будет больше свободы, да, там будет так, будет этак. Мы возвращаемся домой. А в конечном итоге мы оказались в ситуации, которая была даже хуже, чем при Украине. У нас реальный бандитизм во власти. И ополчение, которое было призвано в момент Крымской весны остановить этот бандитизм, к сожалению, стало инструментом этого бандитизма. Тінтуге азыр олмақ. Қырыма Қорчалайжы группасы ұқық қорыйжылар тінту кечірмеге келсе не япажағыңызны аңлатты. Қорчалайжылар евіңізге кімсені алмамаға шатларны деңіштірмек аққыңыз ве район бөлігінде қабатыңыз айтылмаса 3 саттан зәйде тұтылмаңыз яса қолғанына білмеге тепсие ете. Бұтын гаджетлерде есе пароль қоймаға тепсие етілі. Бұндан ғайры мұстаққыл адвокат ве Қорчалайжыларының телефон номераларына білмек керек дейлер. Минимум заручитесь телефонами и контактами правозащитных организаций или адвокатов. Как показывает практика, если вы успели проинформировать, то больше шансов, что успеют включиться те же самые адвокаты, даже если вы не успели сами им позвонить, включатся правозащитники, приедут журналисты, как минимум вам не дадут просто-напросто исчезнуть, подключатся соседи. Увы, мы знаем, что обыски заканчивались не только обысками и не только задержанием, а люди на какой-то период вообще пропадали, как Ренат Параламов. Борис Немцов мейданы бір Вашингтондағы Русия елчіханесінің яңы адресі болды. Түневін Русия мұхалифетшісінің өлдіріліп күнінде сұғақның ады ресми шекілде деңіштірілді. Тедбірге Америка Бірлескен Девлетлерінің Конгресс азалары, Девлет департаментінің векелері Русия диаспорасы ве Немцовның қызы Жанны келгенлер. Бұл ерінің адыны деңіштірмек қарарына Вашингтонның шыр шурасы бір ағыздан
қол тұтқаны. Бұл адым шерінің демократия тарафдары олғанына тимсалет еделер. Ця вулична табличка безпосередньо напроти посольства Росії служитиме постійним нагадуванням Путіну та його прихильникам, що вони не можуть використовувати насильство, вбивства та залякування, аби змусити замовчати голоси свободи та непокори. Борис Німцов присвятив життя боротьбі за вільну та демократичну Росію. Він був сміливим критиком корумпованого режиму Путіна, його вторгнення до України, що врешті-решт привело його до трагічної долі. Сыңырда олған мемори жинайетлері үшін месулетні арттырмақ милет векелері сыңыр хавсызлығы қанунына деңішмелер кірсетті. Сыңырны кечіш ноқтасындан тұш ята сақты весиқаларны қоланып кечмеге тұрышқанлар 3,5 беңден 8,5 бен гривнаға қадар пара жазасын алмасы мүмкін. Бөлі жинайет текрар, япылса жүременің миғдары 13 бен гривнаға ете біле. Сыңырчыларға Украинанын вақтынша ешқал етілген топрақларға кіріш чықыш қайделерінің бозылмасынен бағылы даваларны бақмаға имкан берілді. Ешқал етілген топрақларға барған шетел ватандашларына сыңырчылар Украинаға кірішлеріні ясақ етмелері мүмкін. Цей проект значно посилює Державну прикордонну службу в питаннях протидії адміністративним правопорушенням, які чиняються як на державному кордоні України, так і в межах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях. Yollar yerine çamur, Kurman rayonundaki Danilовка kasabasının sakinleri yollar olmağanından şikayetçi. Birkaç yıldan beri vaziyet değişmi, yağmur ve kar yağan soң mındaki yollar çamur ola. İnsanlar mında asfalt döşeleceğini ümit etmeyici olmağanda yollarını tegizlep çakıl dökmege rica etiler. Yerli memurlar ise bunu bile yapıp olamay. Şimdilik bu soңғы haberimizdir. Yangi haberlerini saat 12'de Ukrayince bilmeniz mümkün. Atırdan ayrılmanız.